Саламатсыздар ма? Бүгін 10-шы сабақ сөздіктер дикт деп аталады питон тілінде. Сөздіктер жалпы бұл индекстелген, өзгертілетін және ретсіз мәліметтер түрі. Сөздік кілт сөзбен мәндер жұбынан құралады. Әрбір кілт мән жұбы кілтпен байланысты мәндер бейнелейді. Мына көріп отырғанымыздай сөздіктің атауы, оның ішіндегі сөздік, осы сөздіктің ішіндегі мәліметтер. Практикалық бөлімге көшейік. Мен бірден копировать етіп, мұнда алайын. Енді мысалы білеміз, әртүрлі сөздіктердің ішіне, мына біздегі сөздіктің мына жерде кілттік сөз, яғни кілттік сөз деп отырғанымыз, мынау бізде кілттік сөзі, одан кейінгі мәндер жұбынан құралады. Мәндер жұбынан құралады, яғни мына кілттік сөздің мынау соған тиесілі ішіндегі мәтіні, мынау кілттік сөз, мынау мәтіні. Енді осы сөзді біз экранға шығарайық. Осы сөздікті print мынаны көшіріп аламыз. Осыдағы сөздіктердің барлығын экранға шығаруымыз керек. Яғни run деп бассақ, мына жердегі берілген сөздіктердің барлығы экранға шықты. Жалпы баста айтып кететін жайт, мысалы мынадай фигурный жақша құрылған болса, ол бірден сөздік деген мағынаны білдіреді. Мысалы дейік, дәрігердің қабылдайтын күндерін шығаратын сөздікті құрастырып көрейік. Мысалы доктор деген, докторның ол фигурный жақша сөздіктің ішіне саламыз. Бірінші күні дәрігер уақытын көрсетейік мына жерде. Мысалы 8 сағат деп жазайық. Түсініктірек болу үшін сағат. Сағат 8:00-ден 12:00-ге дейін қабылдайық. Екінші күні мысалы 10-нан 14:00-ге дейін қабылдайық. Осылай тізіп, бірнеше күндердің, апта күндерінің барлығын енгізсек болады. Енді осы мысалы экранға шығару үшін print дәрігер элемент арқылы мысалы екінші күні қашан қабылдайтын шығару үшін деп алайық. Енді мына жерде бір тізімді сөздікке айналдырып көрейік. Біз алдыңғы сабақта білесіздер, тізімді жазу үшін біздер не істейтін едік? Тік жақшамен сол тік жақшаның ішіне тағы да тік жақшаны енгізіп қойып, тік жақшаның ішіне
бір үтір мысалы one үтір қоямыз. Келесі екі ішінде мысалы two деген сөз болсын. Келесі тік жақшаның ішінде 3 дегенді деген сөз болсын. Мына жерде жоғарыда көріп тұрғаныңыздай тік жақшаның тағы да тік жақшаның аяғы болу керек. Енді осыны теңейміз. Мысалы мысалы b-ға теңеп қояйық. b тең b-ға теңейміз. a-ның дик жақшаның ішінде a деп жазамыз. Яғни мынау дик деген ол сөздік. Мына a деген тізімдегі мәліметтерді мен сөздікке айналдырам деген сөз. Дик деген сөздікке айналдырады, b-ға меншіктейді. Экранға нені шығарамыз біздер? Print b-ны шығарамыз, иә? Сонда бізде мына тізімді сөздікке айналдырады. Мына жерде біздер үтірдің орнына тырнақшаның орнына тырнақша қойып кетеміз. Бұл жерде екі жерде үтір болады, сосын мына жерде үтір болмайды. Көріп отырғанымыздай, мынау біздің тізіміміз, мынау бізді сол тізімді сөздікке айналдырды. Енді дәл солай тізім алдында да сабақта өттік, біздер кортеж деген өттік. Кортеждің жақшасы қалай болады еді бізде? Кәдімгі жай жақша, оны былай алып өзгертеміз. Тізімнен біздер кортежді сөздікке айналдырамыз енді. Мына жерде барлық жерде де кортежбен жұмыс жасау үшін біздер жақшамыз жай жақшаға айналдырып аламыз. Мына жерде де солай. Тек бұл жерде көріп отырғанымыздай жақшаларында ғана мәні бар. Енді осыны, енді бұл жерде кортежді біз сөздікке айналдырамыз, манағыдай мәніміз қайтадан шығады. Көріп отырғанымыздай. Енді бұл алдымызда тұрған a сөздіктің ішіндегі бір кез келген бір элементін кетіруге де болады. Ол үшін біздер del деген операторды қолданамыз. Del a нешінші элементі соны көрсетеміз. Нешінші индексін кетіруіміз керек. Немесе мына жерде 3 деп алайық, жақсы. 3 деп алайық. Экранға шығарамыз. Print a деп. Бұл кезде бізде бастапқы сөздігімізде мынадай сөз болса, сол элементтің индексін бере отырып, кілттік сөзін бере отырып кетіріп тастауға болады. Бұл жерде a деген сөздіктегі мәндерді b деген сөздікке көшіруіміз керек. Мына жерде кешіріңіздер, орындарын ауыстырып қойдым. Мына жерде былай деген сөз a деген сөздіктегі көшіріп алып b-ға көшіреміз деген мағынаны білдіреді. Көшіру кезде көріп отырғанымыздай осылай көшіруге болады. Және де екі
сөздікті біріктіруге де болады. Біріктіру үшін мысалы адағы мынандай сөздік болса, бұға кішкене өзгеріс енгізейік. Мысалы 7, мұнда 8, мұнда 10 деген сөздіктердің тізімдерін біріктіру мақсатында біздер мына жерде update деген операторды қолданамыз. Ол үшін a нүкте қоямыз. Update дейміз. Сосын нені біріктірейін деп жатыр, соны жақшадан ішіне көрсетеміз. Бұны біріктірейін деп жатыр. Экранға шығарамыз. Ана. Сонда мына екі сөздікті біріктіреді.